Кальций оксидінің сумен әрекеттесуі. Табақшаға кальций оксиді салынған. Оны тұрмыста сөндірілмеген әк деп атайды және құрылыста қолданады. Кальций оксиді ақ түсті қатты зат. Біздер қазір оның үстіне су құямыз. Кальций оксидінің сумен әрекеттесуін бақылаймыз. Сөндірілмеген әкті су құйып сөндіріп жатырмыз. Біраздан кейін біздер бұл бөлініп реакцияның шабытты жүре бастағанын байқаймыз. Кальций оксиді мен судың арасындағы жүретін реакция экзотермиялық процесс. Қызу көп бөлінетіндіктен су қайнай бастайды. Оны буланғаннан көруге болады. Реакцияның қатты экзотермиялық екенін біздер судың қатты буланғанынан байқаймыз.